Сәлеметсіздер ме? Политехникалық колледждің әкімшілігі, ұстаздары және білім алушылары. Мен Аскарова Гүлсая Жетпісбековна, экономикалық пәндер оқытушысы. Осы колледжда 13 жылдан астам уақыт қызмет атқарамын. Мен өзімнің оқытушыларыма және білім алушыларыма сабырлық танытып, үйде отырыңыздар дегім келеді. Әрқашан сақтық шараларын ұстанып, үйімізді тазалап, маскамызды киіп, міндетті түрде қолымызға спиртті жағып отыруларыңызды сіздерден сұраймын. Міне біз білім беру мекемелері ғашықтан оқытуға көшіп жатырмыз. Сол себепті біздің политехникалық колледждің оқытушылары мен студенттері біз біргеміз. Мы вместе, we together. Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Яғни бүгінгі күннің тақырыбы бухгалтерлік есеп шоттары. Мен сендерге қазір қысқаша түсіндіріп кетемін. Ол үшін бүгінгі есебімізді ашамыз. Яғни баланс тақырыбына сендерге тапсырма берілді. Соның ішінде акционерлік қоғам Бекзаттың ай басына қалдықтар берілген. Есептің берілгенде, мысалы, 9 кәсіпорын мүлкі мен құрал жабдықтары, яғни активтер мен пассивтер берілген. Сол сияқты қыркүйек айында болған өзгерістер берілген. Яғни 4 шаруашылық операциясы берілген. Соған байланысты біз бірінші шаруашылық операция мазмұнын ашады екенбіз. Мысалы, есеп айырысу шотынан жабдықтаушыларға ақша аударылды дейді. Яғни ақша аударылды, біз есеп шот пен жабдықтаушыны қоямыз, яғни ақша аударылды қайдан? 10-30 шоты есеп шоттан және жабдықтаушыға 33 қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер сомасы 7000 теңге. Келесі, негізгі өндіріске шикізат босатылды. Яғни шоттары негізгі өндіріс, яғни негізгі өндірістен материал көбейеді, дебетінде қоямыз. Кредитінде 13-10 болады. Яғни белгілі бір шикізаттан қандай да бір, яғни материалдық немесе тауарлар, дайын өнім не істейміз, жасап шығарады екенбіз. Сосын есеп айырысу шотына несие өтелді. Несиеміз 30-10 шотында жүргізілеміз. 10-30 бізде есептік шот. Сомасы 12500 теңге. Келесі, көлік сатып алынды. Көлік нешінші шотта жүргізіледі? 24-14 шотында жүргізіледі. Кімнен аламыз? Жабдықтаушыдан алады екенбіз. Сомасы 50.000 теңге. Естейміз, айналымдарын есептейміз. Қосып шығыңдар қане сомаларын. Көрініп тұр ғой, яғни 7000 теңге. Қосамыз 15000 теңге. Қосамыз 12500. Қосамыз 50000 ба? Қосамыз 50000. Сомасы 84500. 84500. Ары қарай. Енді лекцияда мен сендерге берген дәрісте шахматтық тізімдеме не үшін толтырылады? Яғни дебетіндегі шотты тігінен, кредитіндегі шотты көлденеңінен жазады екенбіз. Мысалы алатын болсақ, бізде біріншіде дебетінде 33-10, кредитінде 10-30. Қиылысында сомасы 7000 теңге. Яғни осы шаруашылық, 4 шаруашылық операцияларын дебетін тігінен, кредитін көлденеңінен көрсетеміз. Ары қарай. Шахматтық тізімдемені толтырып болғаннан кейін, яғни дебетіндегі сомаларды тігінен, кредитіндегі сомаларды көлденеңінен жазып, мына қиылысындағы соманы, мына жерде қиылысындағы соманы, яғни тігінен және көлденеңінен бір-біріне тең болу керек. Яғни мына 84500 теңгеге тең болу керек. Ұмытпа, шахматтық тізімдемені қалай толтыратынымыз? Дебетін тігінен, кредитін көлденеңінен толтырамыз. Келесі, ол бізде шот ашу. Лекцияны оқыған болсаңдар, шоттың 2 түрі бар. Актив және пассив. Яғни активті шоттың
мысалы мынау активті шот болса, А деп қоятын болсақ, иә? Активті шоттың ай басына қалдығын дебет жағында көрсетеді екенбіз. Мысалы жазатын болсақ, дебет жағында S деген әріппен қалдық белгіленеді. Ай басында қалдығын белгілейміз. Айналымдарын жазамыз. Айналым, оны қайдан аламыз? Айналымда біз 4 шаруашылық операциясынан аламыз. Сосын ай соңындағы қалдығын анықтайды екенбіз S2-ні. S2-ні анықтаудың өзіндік формуласы бар. Яғни ай басындағы дебеттік қалдыққа дебеттік айналымды қосып, кредиттік айналымды шегереміз. Ал пассивті шотта керісінше. Яғни ай басындағы қалдығын S1-ді біз кредит жағына жазады екенбіз. S1-ді. Айналымдарын есептейміз. Яғни әрбір шоттықын айналымын есептейміз, міне. Айналымын есептейміз. Және ай соңындағы қалдығын анықтайды екенбіз. S2-ні. Мысалы, бір мысал келтіріп көретін болсақ, мысалы, берілгенін ашамыз, иә? Қосылған құн салығы бойынша бюджетпен есеп айырысу. Яғни ол активті шот па, әлде пассивті шот па? Ол бізде пассивті шот, иә? 31-30. Ай басында қалдығы, лекцияны оқимыз, 100 мың теңге. Айналымда 4 шаруашылық операциясы, яғни мына жерде 4 шаруашылық операциясында 31-30-бен байланысты бізде операциялар жоқ. Сол себепті айналымдары да 0 болады. Ай соңында қалдығы да нешеге тең? 100 мың теңгеге тең. 100 мыңға тең. 100 мың теңгеге тең. 0-ді қосып, 0-ді азайтамыз. Сол сияқты бір активті шотқа мысал келтіріп көрейік. Мысалы, шикізаттар мен материалдар, иә? Шикізаттар мен материалдар, ол бізде 21 мың теңге екен. Шикізаттар мен материалдар бізде 13-10 шотта жүргізілінеді. Ай басында қалды қанша мың теңге болды? 21 мың, да? 21 мың, 21 мың. Енді шаруашылық операциясына іздейміз. Шаруашылық операциясында дебетінде 13-10 жоқ, кредитінде 13-10, екінші операцияда 15 мың теңге екен. Кредит жағына жазамыз. Екінші операцияда, да? Так, неше мың теңге болды? Так, 15 мың теңге болды, иә? 15 мың теңге болды. Айналымын есептейміз. Дебеттік айналым 0-ге тең, кредиттік айналымыз 15 мыңға тең. 15 мыңға тең. Ай соңында қалдығын қалай анықтаймыз? Ай басында қалдыққа 0-ді қосамыз, кредиттік айналымды шегереміз. Яғни 21 мыңнан 15 мыңды алсақ, неше мың теңге болады? 6 мың теңге. Яғни мына жерде 9 шот берілген. Сол 9 шотқа шот ашып, ай соңында қалдығын анықтайсыңдар. Сосын айналым тізімдемесін толтырасыңдар. Айналым тізімдемесі не үшін қажет? Айналым тізімдемесі, яғни әр шоттың жағдайын, ақша сомасын, қарыздың барын, соны көру үшін бізде айналым тізімдемесі толтырылады екен. Яғни шот ашуды біз осында ашып көреміз. Мысалы, мынадан алатын болсақ, бірінші 13-10. 13-10, активті шот, ай басында қалдығы 21 мың болды. Дебеттік айналымы жоқ, кредиттік айналымы 15 мыңға тең. Яғни дебетінде 6 мың теңге. Мына жерден көруге болады, 6 мың теңге мына жақта минус болады. Келесі бір пассивті шотқа келтіретін болса, 31-30 шотын жазамыз. Бұл бізде пассивті шот. Ай басында қалдығы кредитіне жазамыз 100 мың теңге, дебетінде айналым 0-ге тең, кредитінде 0-ге тең. Ай соңында қалдығы 100 мың. Үстіп бүкіл шоттарды ашып, ай басында қалдығы бір-біріне тең болу керек. Сосын айналымдары бір-біріне тең болу керек, және ай соңында қалдықтары да бір-біріне тең болу керек. Яғни айналымдар ол шахматтық тізімдеменің сомасымен бірдей болу керек. Ал бухгалтерлік балансты толтыру үшін жазасыңдар мына жерге. Қыркүйек, мысалы 31 қыркүйек 2019 жыл
ұйымның атауы акционерлік қоғам бекзат, ұйым қызмет түрін жазасыңдар, ұйымдастыру құқықтық нысаны акционерлік қоғам болады, ұйымның заңды мекен жайын көрсетеміз мысал ретінде. Сосын айналым тізімдемесіндегі есептік кезеңнің басы мен соңын алып толтырасыңдар. Яғни айналым тізімдемесінде 13-10-21 мың, ай басында есептік кезең басында 21 мың болса, есептік кезең соңында 6 мың теңге. Оны қалай орналастырамыз? 0-13-ке апарамыз қорларға. Ай басында 21 мың болды, ай соңында оның 6 мың теңге ғана материал бізде бар. Бізді бухгалтерлік балансты толтырып, қысқа мерзімді активтердің жиыны, ұзақ мерзімді активтердің жиыны, теңгерімді анықтаймыз. Сол сияқты пассивті де толтырамыз. Есептік кезеңнің басына қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелерді көрсетеміз, ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелерді, капиталды көрсетеміз, сосын баланс пассивін анықтаймыз. Не істеу керек? Бухгалтерлік баланс бір-біріне тең болу керек. Сосын басшы мен бас бухгалтер қол қойып, мөрмен басып, толтырып, маған жаңа Google Classroomға не істейсіңдер? Әкеп кетесіңдер, яғни өздеріңнің нелеріңе осы жерде заданияда мен бүкіл мәліметті мына жерде көріп отыруым керек. Яғни бүкіл оқушы не істеу керек? Білім алушы мәліметті алуы тиіс. Так, енді осы ғашықтан оқытуды, яғни тез білімді игереміз деп ойлаймын. Осылай сабырлық танытып, үйде отырып, ғашықтан оқимыз. Яғни политехникалық колледждің студенттері мен оқытушылары, яғни сақтық шараларын міндетті түрде не істеу керек? Сақтай отыру. Микрофонды қосыңдар. Яғни политехникалық колледждің оқытушылары біз біргеміз, және студенттері Вместе. Біргеміз.